2 ай уақытта 10 килограммды қалай қостым? Не өспейтін, не түспейтін 26 килограмм салмақтан 67 килограмм қалай болдым? Бұған дейін де залда жаттығу жасап 2-3 айдан кейін тастап кете беретін маған не әсер етті? Громкостьті көтер, баяндап берем. Жаттығу жасасам, салмақ өседі. Жаттығу тастап кетсем, солай салмақ түсе бастайды. Қош енді салмақ өспейтін болды деп жүрген кезде, бір күні жазда досымның тойына барам. Тойда би билеймін. Сол биімді кейін видеодан көріп, өзімнен ұялам. Ана арық киіммен қалай мен қыздарға әңгіме айтып жүрмін деп. Содан кейін өзіме настрой қойып, жаттығуды бастап кеттім. Тамағымды дұрыстадым, режимімді дұрыстадым, жаттығуды үзбей жасадым. Соның арқасында күніне 200-300 грамм салмақ қоса бастадым. Бұл менің одан әрі жаттығу жасауыма мотивация болды. Сөйтіп, 2 айдан кейін басқа бір танысымның тойына барам. Ол кезде уже салмақ бар. Көптен көрмеген таныстарым ақыл ет жинапсың ғой деген кезде мен мәз болдым. Одан әрі мотивация болды жаттығу жасауыма. Қазір 62 килограмм салмақтамын, сәл түсіп кетті. Бірақ мақсат белгілі бір 2-3 айдың ішінде 15-18 килограмм қосу. Менімен бірге каналға тіркеліп, менімен бірге жаттығу жасайтын болсаң, сол нәтижеге сен де жетесің. YouTube каналды бұған дейін не үшін бастамағанымды білмедім. Бірақ қазір бастап жатырмын. Яғни трансформацияны полный көрсететін боламын. Не жеймін, қалай тамақтанамын, қандай жаттығу жасаймын, қандай техникамен жасаймын, толығымен осы арнада көрсететін боламын қазақ тілінде. Сондықтан тіркел, лайк бас, менімен бірге жаттық, бірге шынық, сен де өзгелерді таңғалдыр.